Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен негативтен арылып, ақша шақыру техникаларымен бөлісетін боламын. Бүгін өзім апта сайын міндетті түрде жасайтын және өте нәтижелі техникамен бөлісемін. Апта сайын үй жинаймыз. Үй жинағанда артық мусорлардан, киім-кешектерден, сынған ыдыстардан, керек емес заттардан, шаң-тозаңнан үйді тазартамыз. Ал оның бәрі жиналып қалса не болады? Үйдің аурасы кірлеп, негатив көбейеді. Сонымен негативті қалай тазалаймыз? Ол үшін үйді ақша суымен жуу керек. Ақша суын дайындау үшін бір ыдысқа су толтырамыз. 7 қасық тұз, 7 тиын салып, сары тиындарды 5 теңгелік, 10 теңгелік, 100 теңгеліктерді салып, осы монеталар болу керек. Суды жақсылап араластырып отырып, үйімізді байлық суымен жуып тазалап шығамыз. Жуып жатқанда үйіміздің әр бұрышы байлық пен берекеге толып жатқандай елестетеміз. Және де үйді тазалау барысында Бақара сүресін қосып қойсаңыз болады. Үйді барлық негативтен 100% тазалайды. Тазалап болғаннан кейін суды төгіп жатқанда үйдегі негатив, тіл көз, жаман энергия, қарыз, ақшаның жетіспеушілігі, сәтсіздіктердің бәрі төгіп жатқаныңызды анық елестетіңіз. Яғни визуализация жасаңыз. Өзіңізге сенімді болсаңыз, соғұрлым жақсы нәтиже болады. Пікірге менің үйімнің есігі байлыққа үнемі ашық деп жаза кетіңіз. Сіздермен болған супер техника парақшасы каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.